Армысыздар, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіз елдің астанасы. Столица независимого государства. Оқулықтың 33-ші бетіндегі жаңа сөздерге назар аударайық. Новые слова на странице 33 в учебнике. Елорда – столица, қонақ үй – гостиница, тамашалау – любоваться, естелік – воспоминание. Ал енді 34-ші бетті ашайық. Открываем страницу 34. Үшінші тапсырма, третье задание. Мәтінді тыңда, оқы, түсінгеніңді айт. Тыңдаймыз. Астана – Қазақстан Республикасының елордасы. Ол Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан. Қаланың ортасынан Есіл өзені ағып өтеді. Астана бұрын Ақмола деп аталған. Кеңес үкіметі кезінде қала Целиноград деген атауға ие болған. 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Ақмола ресми түрде Қазақстанның астанасы болып жарияланды. 1998 жылы 6 мамырда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ақмола қаласын Астана деп атау туралы жарлық шығарды. 1998 жылы 10 маусымда жаңа Астананың ресми тұсаукесер тойы болды. 2006 жылдан бастап Астана күні 6 шілдеге ауысты. Жыл сайын осы күні Астана күнін тойлаймыз. Астана жас әрі сұлу қала. Астана қаласының бас символы Бәйтерек монументі. Оның биіктігі 97 метр. Бәйтерек монументі Есілдің сол жағындағы алғашқы сәулет туындысы. Астанада саябақтар, жаңа ғимараттар бар. 2001 жылы 8 қыркүйекте Қазақстан картасы атамекен тарихи этногеографиялық кешені ашылды. Саябақта Қазақстанның қалалары мен тарихи ескерткіштер көрсетілген. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен Астана әлем қаласы атағына ие болды. Ал бәріміз білетіндей 2019 жылы Астана қаласы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. Город Нур-Султан – столица Казахстана. Идея создания новой столицы Казахстана принадлежит главе государства Нурсултану Назарбаеву. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира». С 2000 года главный город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов. А в 2019 году Астана была переименована в Нур-Султан. Главным символом новой столицы, ее своеобразной визитной карточкой, стал комплекс Байтерек. Среди других уникальных архитектурных сооружений можно назвать Дворец мира и согласия, спроектированный известным британским архитектором, развлекательный центр Хан-Шатыр, самое высокое шатровое вооружение в мире, наиболее отдаленный от моря океанариум, Думан, центр оперы и балета Астана-опера, крупнейшая в Центральной Азии мечеть Хазрет-Султан, Римско-католический кафедральный собор архиепархии Пресвятой Девы Марии, синагога,
Центральный концертный зал Казахстан, монумент Казах елі, музей современного искусства и президентский культурный центр. Сегодня Астана стала центром евразийского пространства, принимая различные форумы, конгрессы и другие мероприятия международного значения. Жазбаша тапсырма. Записываем сегодняшнее число, 9 тапсырма. Вы видите на экране шаблон. По этому шаблону нужно заполнить письмо другу. 9 тапсырма, 35 бет. Астанада тұратын досыңды қала күнімен құттықтап, ашық хат жаз. Хатыңды сыныпта оқып бер. Астанада тұратын досымызға хат жазамыз. Есте сақта, Астана туған күніңмен. Астана ерекше құлпырып кетіпті. Астанада ескерткіш көп. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Есімізде сақтайық, Астана қазір Нұр-Сұлтан болып өзгертілген. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.